Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз әйел балаларында көптеп кездесетін миома жайында айтатын боламыз. Миоманы емдеудің бірнеше әдіс-тәсілдерімен бөлісетін боламын. Біріншісі, бұл аурудан картоптың гүлінің тұндырмасын ішіп құтылуға болады. Екіншісі, грек жаңғағының арақ қосқан қосындысынан күніне таңертең және кешке 30-40 граммнан ішеді. 1 литрлік банкының 4-тен 3-ін грек жаңғағының ішіндегі көлденең қара кедергілерді салып, банканы толтырып арақ қойып 6 және 30 күн бөлме жылуына қоясыз. Кейіннен сүзіп іше бересіз. Үшіншісі, 3 не 5 жылдық 100 жылдықтан, яғни алоядан 345 грамм алып, ет тартқыштан өткізіп, оған таза мамыр айындағы балдан 625 грамм қосып, 625 грамм күшті қызыл шарап, ең жақсы кагор құяды. Бәрін араластырып 5 күнге салқын қараңғы жерге қоясыз. Алғашқы 5 күнде 1 шай қасықпен күніне 3 рет тамақ алдынан 1 сағат бұрын ішесіз. Ал қалған күндерде күніне 1 үлкен қасықпен 3 рет тамақ алдынан 1 сағат бұрын ішеді. Емдеу мерзімі 2-3 аптадан 1,5 айға дейін. 100 жылдықтың, яғни алояның жапырақтарын кесер алдында 5 күн суғармау қажет. Осы дәрі құрт ауруына да, асқазан жарасына да, баспаға да, ревматизмге де жарайды. Күніне 1-1,5 стаканнан орман бүлдіргеннің тамырының қайнатындысын ішуге болады. Бұл ауру кезінде моншаға барғанда ыстық буда отыруға болмайды. Ыстық жерде бұл залалсыз ісіктер үлкейеді. Егер етеккір тоқтаса, онда бұл ісіктер де жыл сайын кішірейіп тартылады. Жаңа картоп пен сәбіздің сөлін ішу керек. Мінекей, осы әдістерді пайдалану арқылы миомадан толықтай құтылуға болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.